Сәлем баршаңызға, сіздермен Сәндігүл. Бүгін сіздерге осы тұрған кептірілген алмалардан, яғни сухой фруктыдан сіздерге компот жасаудың әдісін көрсететін боламын. Мынау бізде үй жағдайында жасалған сушеный яблоклер, яғни осыны жасалу жолы менің осы YouTube каналымнан көрсеңіздер болады. Ең алдымен бізге осындай весі керек болады, және де осындай ыдыс, және де бізге бір кесе секер керек болады, және де бізге 4 литр суға осы компотты қазір дайындайтын боламыз. Ең алдымен осы ыдысымызды весіміздің үстіне қойып, тарысын алып тастаймыз, және де бізге 4 литр суға бізге 200 грамм сушеный яблоко керек болады. Осы сушеный яблоканы осы ыдысымызға салып аламыз да, бірінші өлшеп алатын боламыз. Ал если сіздерге заводской сушеный яблоко болатын болса, яғни заводтан жасалатын, онда сіздер 400 граммдай қосатын боласыздар. Мына осыдан кейін оны табағымызды салып, үстіне су қойып, осылай судың ішіне салып қоятын боламыз. Яғни суымыз қайнағанша, яғни ласы, шаңы шығу үшін осылай салып қоясыздар. Осылай барлығын салып, осылай жақсылап ішіне салып, қолыңызбен басып, кішкене жуып жібересіздер. Яғни бізде қорықпасаңыздар болады. Үй жағдайында жасалған сушеный яблокаларда ешқандай лас қатты болмайды. Осылай барлығын салып дайындап алатын боламыз. Ендігі кезекте суымыз қайнаған уақытта, міне мен суым қайнады. 4 литр су кастрөлге осылай суымды салып қайнатып алдын ала. Қайнағанның үстіне мана сушеный яблокамды салдым. Одан кейін үстіне осы мана секерімді салдым, бір кесе секерімді, және де оны жақсылап үстіне араластырып, асты бір орташа отта бір 10 минут қана қайнатып алатын боламыз. Міне бізде компотымыз дайын болды. Міне көріп тұрғандарыңыздай манағы мені суым, міне суым тап-таза, осындай қатты дақ болмайды вообще. Осылай жасап көрсеңіздер болады. Міне менде компотым дайын. Сіздер де жағдайында жасап көріңіздер. Өте табиғи сусын. Міне светі осындай болып пайда болды. Яғни бізде сушеный яблоко, тек қана яблокодан болғандықтан осындай дайын болды. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, және де қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.